Сәлем қыздар, сіздермен бірге мен Мәдения Салтанат. Біз сіздермен бүгін осындай әдемі комбинезон мешканы тоқитын боламыз. Қысқаша комбинезонға сипаттама айта кететін болсам, бұл комбинезон 3 және 6 ай арасында шамасындағы балаға арналып тоқылған, бірақ мен сәл кеңдеу бердім және ұзын болды. Бұны даже 7-8 айдағы балдарда кисе болады. Бастапқы бізде капюшон сондай үлкен болды менде. Өте әдемі шықты. Одан кейін бізде бұл комбинезонның ерекшелігі, мына екі жанында касалар бар. Касаның қыздар, каса бізде 15 ілмектен тұрады. 5, 10, 15 ілмек касаға кетеді. Одан кейін касаның екі жағында екі теріс ілмек бар, мына жағында, және мына жағында да тоже екі теріс ілмек бар. Осыны ұмытпаңыздар, что каса әдемі тұру үшін арнайы осы жағынан екі теріс ілмектен бердім, екі жағында да бар. Одан кейін каса әр 5 қатар сайын жасалынып отырады. 5 қатар тоқимыз, каса жасалынады, 6-шы қатар бекітеміз. Шатаспас үшін, ұмытып кетпес үшін мен ішіне мынандай жерге мысалы маркер салып кетем. Мына жерде менде каса жасалынды ма, маркер қойып кетем и 5 қатар тоқимын. 6-шы қатарында мындағы маркерді мында әкеліп каса жасаймын. Сіздер де солай жасап отырсаңыздар болады. Одан кейін менде түймелер әр 20 қатар сайын түйме. Мына оңын санасақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Әрбірі 10. 10-шы мынандай оң теріс ілмектен кейін тесік қалынады. Общий 20 қатар. Менде 6 түйме. Одан кейін балағына тоқталсақ, балағы менде шамамен 20-19 сантиметр биіктікте тоқылған. Мына жанынан қысқартамыз. Әр каса жасаған сайын мен мына жақтан бір ілмектен қысқартып отырдым. Резинясы менде 8-9 сантиметр. Және қол бізде шамамен 12-13 сантиметр. Мына қолтықтан бастап есептеген кезде 12-13 сантиметр. Бұнда қысқартқан кезде мен басында 5 қатардан кейін, одан кейін 20, одан кейін 10, одан кейін қайтадан 5 қатардан кейін қысқарттым. Және бұл жерде де резина менде үлкен емес, ұзындығы қатты ұзын емес, шамамен 4-5 сантиметр. Осындай әдемі комбинезонды тоқып үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып, достарыңызды белгілей кетіңіз, лайк басып, комментарий қалдырып, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Жіпке тоқталатын болсам, қыздар, менде осындай ашық көк цвет, өте жұмсақ, ұстаған кезде әдемі сезім береді. Бұл жіп российский жіп, 100 грамм. Менде және цветтің номері қазір 1080 цвет номер, мериносовый шерсть 50%, акрил. Специи менде номері 4-ші специи. Ал өлшемге тоқталатын болса, менің комбинезоным 3 және 6 айға арналған. Мұнда мен толықтырып жаңағы айтқан нелерімді жаза кеттім, өлшемдерді. Мендегі общий ілмек саны 62 ілмек. 2 ілмекте мына ілмектер, яғни регланға кетеді. Жеңі менде 2 жеңіне 6 ілмектен, алдында 14 және артында 14 ілмек. Алдында мына жерде менде түйме болады, түйме қадайтын жер, сол жер бір-біріне айқасып тұрады. Одан кейін жаңағы касамыз жирады жіпті, сондықтан 14-14-тен үлкендеу етіп алдым. Және арқасы да артқы бойы да 14 ілмектен. Касаға жалпы мына жерде менде қазір регланнан жіп қосылады ғой, солай тоқылады. Тоқып бастаймыз. Жібімізді өзімізге керек мөлшерде аламыз. 2 специямен де осылай бірге алсаңыз болады, немесе біреумен де алсаңыз болады. Мен біреумен алатын болам. Үстіден мінекей бас бармақтың астынан сұқ саусақтың үстінен әкеп аласыздар.
Бастапқыда бірден 2 ілмек, одан кейін ары қарай 1 ілмектен ілініп отырады. Осылай жібімізді бастаймыз. Бас бармақтың астынан, саусақтың үстінен. Көрдіңіз ғой? Өте оңай, бір-екі рет қайталап істесеңіз, тоқыманы жаңа бастаған қыздарда тоқып кете аласыздар. Жақыннан міне тағы көрсетейін. Осылай өзіңізге керек 62 ілмекті іліп алатын боласыздар. Так, қыздар, бірінші қатарды мен қазір тоқып бастайым. Әрдайым бірінші ілмек бізде тоқылғанда просто оң ілініп алынады. Ілмекке тоқылмай ешқандай просто іліп аламыз. Одан кейін ары қарай оң тоқи бересіздер. Жіпті ілмектің оң қолымыздағы бізбен сол қолымыздағы тұрған ілмектің үстінен алып, ілмекті осылай алып шығарамыз. Жібімізді. Бұл бізде оң тоқу деп аталынады. Осылай қатардың соңына дейін оң тоқисыздар. Бұрын тоқып көрген қыздар болса білерсіздер. Бұл бізде оң тоқу әдісі. 62 ілмекті соңына дейін тоқисыздар. Соңындағы ілмек қана теріс тоқылады. Осылай до конца тоқып шығасыздар. Өте оңай, қарапайым способ. Келесі екінші қатарда солай тоқылады. Оң. Оны да қазір мен тоқтап көрсететін болам. Осылай соңына дейін өздеріңіз тоқып аяқтаңыздар. Бірінші қатар мына соңғы ілмекті көрсетіп жүрейін. Соңғы ілмек мінекей теріс тоқылады. Әрдайым. Келесі уже бізде екінші қатар басталады. Бірінші ілмек просто іліп аламыз, ешқандай тоқымаймыз. Ары қарай оң тоқып жалғастыра береміз. Бұл бізде екінші қатар. Соңына дейін оң тоқылады. Соңғы ілмекті жаңа көрдіңіздер, теріс тоқитын боламыз. Оған дейін тек оң тоқимыз. Мінекей 3 қатардан кейін уже біз маркерлерімізді бекітіп бастайтын боламыз. Бізде алдында 14 ілмек деді. Алдында бізде планка түймеге қадайтын жеріміз болады. Ол жерде менде 6 ілмек, одан кейін 8 ілмек алдыңғы бойға кетеді. Міне көріп тұрсыздар ғой, басындағы 6 ілмек планка, одан кейінгі 8 ілмек, одан кейін 2 ілмек реглан алдында, одан кейін 6 ілмек жең, 2 ілмек реглан, 14 ілмек артқы бой, 2 ілмек мына реглан, 6 жең, 2 реглан, одан кейінгі 8 алды және 6 ілмек алдыңғы бой түйме қадау үшін. Так, қазір біз тоқып бастаймыз. Бастап 6 ілмек. Бірінші ілмек просто іліп аламыз. Одан кейін ары қарай оң тоқимыз. Бұл біздің алдыңғы түймеге арналған жеріміз. Бірінші ілмекті іліп алып, одан кейін 2 ілмекті бірге аламыз. Түймеге тесік қалдырып кетеміз. Осы түймеге тесік қалдыру деп аталынады. Көрдіңіз ба? Мына жерде түймеге тесігіміз қалды. Оң тоқылады ары қарай. 6 ілмек міне осылай түймеге арналған. Одан кейін ары қарай маркерімізді саламыз. Так, алып қойайын. Маркерді өткіземіз. 8 ілмек, бұл чисто алдыңғы бой. Бұл бізде постоянно оң тоқыларды. Келесі қатарда да оң болу керек. Так. 8 ілмек, одан кейін маркерімізді өткіземіз. Бұл жерде бізде қазір 2 реглан. Мына жерде біз жіп қосамыз. Регланға келдік па, значит жіп қосамыз деген сөз. Мінекей алдынан алып осылай бір ілмек жібімізді қосып аламыз. Маркерді өткіземіз. 2 ілмек реглан алдыңғы бойдың. Маркерді
жіп қосамыз. Астынан алып қосып жатырмын, не? Так. Не болып кетті? Міне. Жіп қосылды. Регланды маркерді өткіземіз. Мұнда маркерді мен дұрыс өткізбедім. Маркер міне 2 ілмектен кейін болу керек. Одан кейін жіп қосамыз. Мына жерде артынан қосамыз жіпті. Так, жіп қосылды міне. 2 регланнан кейін, одан кейін 6 ілмек жең. Бізде бастапқыда сәл ыңғайсыз, ары қарай реттелініп кетеді. 6 ілмек жең. Регланға келдік уже тағы да 2 ілмек. Значит, жіп қосамыз, я? Жібімізді алып, міне, алдынан ілеміз, көрдіңіз бе? Біздің алдынан ілдік. Маркерді өткіземіз. 2 реглан ілмегімізді оң міне іліп алдық. Маркерді өткіземіз. Одан кейін енді жіптің біздің артынан алдық 2-ші ілмекті. Осылай, біріншісін алдынан, екіншісін артынан аламыз. Артынан міне өткізіп алдық. Ары қарай бізде уже артқы бойға келдік. 14 ілмек. 14 ілмек артқы бойды тоқып аламыз. ілмектен кейін уже тағы келесі 2-ші қолымыздың регланына келеміз. Так, 2-ші міне регланға келдік. Жіп қосамыз деген сөз, значит. Неке жібімізді астынан іліп алдық. Біздің алдынан алдық. Маркер өткіземіз. 2 ілмек регланды тоқимыз. Маркерді өткіземіз. Ілмекті алып, енді артынан аламыз. Бастапқыда біріншісін алдынан, одан кейін артынан. Ары қарай 6 ілмек жең қолы, яғни одан кейін мінеки соңғы реглан. Қолдың 2 жағында да сонда реглан болады, я? Жіп қостық, 2 ілмегіміз, маркерді өткіземіз. И тағы да жіп қосамыз. Осылай жіп қосылады, мінеки. Енді алдыңғы 8 ілмек, қыздар. Алдыңғы бойдың 8 ілмегі. Алдыңғы бойдың 8 ілмегі тоқылады. Одан кейін ары қарай жалғастырып 6 ілмек түймеге қалдырған ілмектеріміз. Соңғы ілмек бізде постоянно теріс тоқылады. Так, бұл қатар бізде аяқталынды. Келесі қатарда бірінші ілмек просто іліп аламыз. Одан кейінгі 6 ілмек оң тоқыла береді. 6 ілмегіміз оң тоқыла береді, ол түймеге қаранған. Так, мынау бірінші есептелінеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек. Одан кейінгі бұл оң теріс болып қалды, көрдіңіз ба? Одан кейін 6 ілмектен кейін 2 ілмек теріс бар бізде. 2 ілмек теріс тоқылады бұл. Оң жақтан да, мына жақтан ол оң тоқылады. Одан кейін, мынау арт жағы болғандықтан келесі ілмек теріс тоқылады. 8 ілмек теріс тоқылады. Мына жағынан қараған кезде оң болады. Бұл каса. Одан кейін 2 ілмек реглан, тоже бәрі теріс тоқылады. Оң тоқыла беріледі. Оң тоқылады 2 ілмек. Негізі бұл артқы бойы, арт жағы. Ал алдынан жаңа жіп қостық. Ал артынан жіп қоспаймыз. Яғни бір қатар жіп қосылады, бір қатар жіп қосылмайды.
ары қарай тек қана оң өстіп мына соңына дейін тоқимыз. Соңындағы мына жаңағы алдыңғы бой теріс тоқылады. Өйткені бұл жер каса, бізде каса оң болып шығу керек. Сондықтан мына соңғы екі ілмек оң тоқылады. Касаның алдындағы және артында. Так, ілмегімізді өткіземіз. Ары қарай оң біздегі түймеге қалдырған жер соңғы ілмек теріс. Осылай 5-ші қатар аяқталынды. Келесі қатар бұл алды жағына келдік. Мінекей, значит біз жіп қосамыз. 6 ілмек тоқып аламыз. 3, 4, 5, 6 бізде оң тоқылады. Одан кейін ары қарай 2 ілмек теріс тоқылады. Алдынан қарағанда постоянно осылай теріс болу керек бұл 2 ілмек. Одан кейінгі оң каса ілмектері 4, 5, 6 ілмек, 6, 7, 8 ілмек. Уже мына жақта бізде 7 ілмек болып ілмектер қосылып жатыр. Так, мына жерде жіп қосамыз. Бұл алды жақ болғаннан кейін алдыңғы қатарда қосылмады, мына қатарда қосылады. 2 ілмек. Одан кейін жең бізде оң тоқыла береді. Бұлар мына осы алдында да артында да оң тоқыла береді. Тек қана каса бар жері ғана бізде алдынан оң тоқылу керек. Алдынан, артынан теріс. Сонда бізде каса оң болған кезде ғана шығады. Мінекей, уже артқы бой жіп қосып жатырмыз, қыздар. Жіп қосуды ұмытпаңыздар. Бір қатар қосамыз, екінші қатар қоспаймыз. Ары қарай осылай жіп қосып жалғастырасыздар. Мына жердегі каса бар біздегі ілмек оң тоқылады. Мына жерде 2 теріс ілмек теріс тоқылу керек, оны ұмытпаңыздар. Алдыңғы 6 жіп түйменікі 2 теріс, ары қарай оң. Мына касаның оң жіптерін тоқуды ұмытпаңыз. Мінекей, мен өзіме керек мөлшерде тоқып алдым. Алдыңғы 6 ілмек біздің түймеге, көрдіңіз бе? Одан кейінгі 2 теріс ілмегіміз, одан кейін касаға ілмектер. Мына жерде каса шығаратын ілмегіміз біздің 12 болу керек. Жіп қосылған сайын көбейіп жатыр, көрдіңіз бе? 12 болған кезде уже каса жасаймыз. Бірінші 6 ілмегіміз іліп аламыз. 4, 5, 6 ілмек, одан кейінгі 2 ілмек постоянно теріс тоқылатын ілмегіміз. Алдынан қарағанда теріс болып көріну керек, көрдіңіз бе? Одан кейін каса шығарамыз. Бастапқы 5 ілмекті іліп аламыз. Бізге касаға общий 15 ілмек керек, 5-5-тен. Қазір менде 12, ары қарай көрсетем тағы. Бірінші 5 ілмекті қосымша бізге өткізіп, алдына өткіздім. Одан кейін тағы 5 ілмек тоқимын. 5 ілмек. Енді мына қосымша бізге өткізген ілмегімізді ары қарай жалғастырып осыған тоқимыз. Бірінші касамыз бұл міне. 1, 2, 3, 4. Қиындау кішкене, бірақ тоқу керек. 5. Болды, мінекей. Так, келесі ары қарай бізде 2 ілмек қалды. Значит, әлі 15 ілмекке жеткен жоқ. Тағы да до конца жіп қоса береміз. Әрбір 5 қатардан кейін каса жасап отырамыз. Мінекей, жібіміз қосылды, оң тоқылды. Да 3 ілмек ары қарай каса регланымыз. Маркер өткіземіз, жіп қосамыз. Одан кейін қол бізде сөйтіп ары қарай тоқи бересіздер. Келесі мына жақтағы
касаны көрсететін боламын мен. Міне келесі екінші касамызға келдік. Так, жаңа бізде мына жақта жіп қосамыз тоже, міне көрдіңіз ғой, 2 ілмек регланнан кейін жіп қосамыз. Ары қарай 2 оң ілмек. Мына жақта 5-5-тен 10 ілмек қалды, оны біз касаға қалдырамыз. 5 ілмекті қосымша бізге өткіземіз. Бұны біз арт жаққа жібереміз. Жібімізді, тоқып атқан жібіміз, негізгі жібімізді алдына шығарып, 5 ілмекті артқа жібердік мінекей. Енді осы ары қарай 5 ілмекті тоқимыз. Қалған 5 ілмек. Енді қосымша біздегі 5 ілмекті тоқимыз, жалғастырып осыған. Бізде пока 2, 5 и үшіншісінде 3 ілмек болып тұр. Осындай 5-тен бізде 3-еу болу керек. 5 ілмекті іліп алдық. Одан кейін 2 мына жерде теріс ілмегіміз бар. Алдынан қарағанда теріс болу керек. Одан кейін 6 ілмек біздің түймеге алдыңғы бойға қалдырған 6 ілмегіміз. Бірінші касамыз жасалынды. Әр 5 қатар сайын жасаймыз. Так, енді осыдан ары қарай 5 қатар санаған кезде реглан жасау керекпіз. Осылай ары қарай жалғастырып тоқи бересіздер қыздар. Келесі артқы бойын тоққан кезде, арт жағына қарай тоққан кезде шатаспаңыздар, касаны теріс тоқисыздар. Сонда мына жақтан оң болып шығады. Ал ары қарай қыздар өздеріңіз жалғастырасыздар. Мінекей жаңағы касадан кейін мен 5 қатар тоқыдым. Енді 6-шы қатар тоқимын. Менде как раз 15 ілмек болды. Оң ілмектен, яғни 15 ілмек касамыз дайын. Так, бұл бізде екінші каса. 5 қатар тоқыдым жаңағы касадан кейін. 6-шы қатарда тағы каса жасаймыз. 6 ілмек оң тоқып алдық. 2 теріс ілмек постоянно бізде бастапқы. Одан кейін каса жасайтын ілмектеріміз оң ілмек. Бастапқы 5-еуін тоқып аламыз. 5. Одан кейін 5 ілмекті қосымша бізге өткіземіз. Бұл қосымша бізді артқа жібереміз. Негізгі жібімізді алдына шығарамыз. Тоқып атқан негізгі жібімізді алдына шығарып, 5 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Жіптеріміз уже қосылған. Келесі 5 ілмекті қосымша біздегі соны тоқып аламыз. Одан кейін ары қарай солай жалғастырып, регланға келдік қой, уже міне маркер тұр. Солай жалғастырып жіп қосыла береді. Пока біздің керек мөлшердегі иығымыз, жеңіміз дайын болғанша жіп қосыла береді. Бірақ бастапқы 2 жіпті теріс қосамыз. 2 жіп. Бірінші ілмек алдық. Мына жақтағы сияқты 2 жіп теріс болу керек. Мына жақта да тура сондай теріс болу керек. Сондықтан бұны теріс аламыз. Бұл қатарда бізде мына оң бетінде жіп қосылып тұр. Келесі қатарда жіп қосылмайды. Одан кейін қатарда жіп қосылады. Солай теріс қатар жіп қосылады. Соны шатаспаңыздар. Так, қиындау. Бірінші теріс ілмек. Маркерді ала тұрам мен. Мешайт етіп жатыр. Так. Бірінші теріс ілмек. Теріс алдық міне. Енді маркерді саламыз. 2 реглан жібіміз. Тоқимыз. Маркерді саламыз.
жіп қосамыз. Бұл жақтығын оң тоқи береміз. Арқа солай шығу керек бізде. Так, бұл жерде жең қойы. Енді екінші касаға келдік. Мына жерде жіп қосамыз. Теріс қосамыз бұны. Өйткені ар жақта да бірінші ілмек теріс болды. Екі жағында 2-2-ден 4 теріс жіпті ұмытпайық. Одан кейін 5 ілмек. 5 ілмек бар. Мынау сияқты 2 теріс ілмек бұл жақтан да шығу керек. 15 касамыз алынып қойды оң. Енді теріс 2 ілмек керек бізге. Так, бірінші мына 5 ілмекті қосымша бізге өткізіп аламыз. Бұл алдында қалады. И ары қарай 5 ілмек тоқылады. Енді мына 5 ілмекті тоқимыз. Қосымша біздегі 5 ілмек. Одан кейін ары қарай негізгі біздегі қалған 5 ілмегімізді тоқимыз. 5 ілмектен кейін 2 теріс ілмегіміз бар. Соны ұмытпаңыздар. Бұл касаның екі жағында да осылай 2 теріс ілмек болу керек. И 6 түймеге қалдырған ілмектер. Мінекей осылай қыздар ары қарай өстіп, міне көрдіңіз бе, каса былай айқасып кете береді. Ары қарай келесі қатарда жіп қоспаймыз бұл қатар. Міне артша ішкі жағын тоққанда жіп қосылмайды. Тоқи бересіздер, жалғастырып оң ілмек. Мына 2 теріс ілмекті бұл жақта оң тоқимыз. Сонда арғы бетінен қарағанда теріс болады. Касаны наоборот теріс тоқимыз. Арғы бетінен қарағанда бұл оң болып көрінеді. Көрдіңіз бе? 15 ілмекті іш жағына қарап тұрған кезде теріс тоқимыз міне. 15 каса ілмектер. Так, бұл касадан кейінгі бірінші қатар. Осылай тағы 5 қатар тоқимыз. Одан кейін 6-шы қатар тағы каса жасаймыз. Солай қайталанады. Шатаспаңыздар. Касадан кейінгі бірінші қатар. Так, мына жерде регланнан кейін қосылған бір ілмек бар, 15 ілмектен кейін. Ол мына жақ сияқты теріс болу керек. Сондықтан іш жағынан міне оң тоқимыз. Сонда арғы бетінен қарағанда теріс болады. Мына бетінен қарағанда теріс болады. Мына жақ секілді. Көрдіңіз ба? Келесі жағында солай тоқисыздар. 2 ілмек теріс болу керек. Бұл жақта жіп қоспаймыз. Іш жағынан тоққан кезде жіп қоспаймыз. Ары қарай оң тоқи береміз. Қалған жеңін, арқасын тек қана оң тоқи береміз. Сол кезде өзі осындай узор шығады. Оң теріс, оң теріс. Мына жерде 20 қатардан кейін мен түймеге тесік қалдырам. Қазір мына жерде түймеге тесік қалдырам. 20 қатар, яғни мынандай оң теріс болу керек. Ары қарай өздеріңіз жалғастырасыз. Так, мінекей мен уже енді жеңді шығарып бастайым. Өзіме керек биіктікте тоқыдым. Касаларды жасадым мінекей. Енді мына жердегі регланды мен қазір биіктігін өлшеп көрсетейін. Осы маған жеткілікті. Менде биіктігі шамамен 12 см, сәл созылса уже 13 см болады. Бұл 3-6 айға жеткілікті. Менің міне касаларым оңға солға қарай. Видеоны артқа өткізіп жаңағы касаларды тоқу әдісін көрсеңіздер, сол қайталана береді. Бірінші, екіншісін мен көрсеттім. Сол қайтадан солар тоқылады. Так, мына жерде менде уже қанша жіп қосылған, 12 см биіктікте тоққанда. Енді осы жеткілікті. Мына жерде регланды 2-ге бөлеміз. 2 реглан жібімізді біреуін алдына жібереміз, біреуін жеңге жібереміз. Көрдіңіз ба? Бірінші реглан алдыңғы бойға кетеді. Кейінгі екінші жіп реглан ол артқа кетеді. Бұл жерде қосымша бізбен мен жіпке өткізіп алам бұл жеңді. Жіпке өткізіп байлап қоям.
Мына жақта да солай екі регланның біріншісі жеңге, екіншісі артқы бойға кетеді. Осы жерге дейін міне өткізіп алдым. Байлап қойдым уже. Бірінші реглан алдына жіпке, екінші реглан артқы бойға кетті. Маркердің қажет жоқ. Енді ары қарай жалғастырып, мен артқы бойды тоқи берем. Жеңді бөлек өткізіп алдым. Түсіндіңіздер ғой, иә? Так. Осы жерде еще былай жіп қосамыз. Қолтықтың асты ұштопы тар болып қалмас үшін мен 3 ілмек жіп қостым. И ары қарай жалғастырып, арт жағын тоқи бердім. Артқы бойды. Жеңді бөлек өткізіп алдым. Осылай артқы бойды до конца тоқимыз. Мына жердегі екі регланның біреуі артқа, біреуі жеңге кетеді. И осы жеңді де қосымша жіпке өткізіп аласыздар. Мына жақтағы регланды осылай екіге бөлесіздер. И алдын тоқи бересіз. Өздеріңіз аяқтайсыздар. Міне қыздар, екінші жеңді де міне қосымша жіпке өткізіп алдым. Артқы бойды тоқып. И мына жерде бұған да тоже екінші жеңгеде астына қолтыққа 3 ілмек жіп қостым. Мына жердегі алдыға жіберген бір реглан, осыны тоқыдым. Маркердің қажеті жоқ. Енді алдыңғы бойды тоқимын. Алдыңғы бойды тоқи берем. Мына жерде оң тоқыла береді бұл. Бізде как раз оң беті. Одан кейін 2 ілмек теріс тоқылады бізде. Касаның екі жағында 2-2-ден теріс 4 ілмек бар, иә? Одан кейін касамыз тоқылады біздің. Касаны до конца ұмытпаңыздар каса жасауды. Әр 5 қатар сайын. Мына жерде уже менде каса жасайтын уақыт. 5 ілмек қосымша бізге өткізіп алдым. Артқа жіберіп, касамды жасаймын. Ең басында видеода бір және 2 каса жасауды көрсеттім. Сол екеуі қайталана береді. Соны тоқтатып көрсеңіздер болады, ұмытып қалсаңыздар. Екі реглан, қосымша біздегі 5 ілмек. Жіптерім шығып кетті менің. Қосымша біздегі 5 ілмекті тоқып алам. Одан кейін қалған 5 ілмекті тоқимыз. Бес ілмек касаның ілмегі. Так, не, касамыз жасалынды. Ары қарай 2 мына жерде теріс ілмек, одан кейін 6 ілмек алдыңғы бойы. Соңғы ілмек постоянно теріс тоқылады, Что-то бізім шығып кете берді, мынау симай жатыр уже. Так, мінекей. Жеңіміз дайын біздің уже. Ары қарай ұзындық, қанша сантиметр ұзындық керек, соны тоқи беретін боламыз. Мен мына жерде суретін қалдырып кетем. Регланның бәрінің өлшемдің алдыңғы 6 ілмектеріміз. Мына жерде әр 20 қатар сайын бір тесік түймеге қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менде уже қалдыру керек. 3-ші тесікті 20 қатар сайын. Міне артқы бойы. 2 регланымыздың бір-бірден бөлдік барлығында. Осылай айландыра тоқи бересіздер. Өзіңізге керек биіктікке жеткенше. Одан кейін жеңін тоқитын боламыз. 2 касаның жанындағы 2 теріс ілмекті ұмытпаңыздар. Алдынан қарағанда теріс болу керек ол. Ал сәттілік. Мінекей, мен комбинезонымды
маған керек мөлшерде тоқып алдым. Биіктігі менде қазір 33-34 сантиметр. Осы жеткілікті. Енді қазір мына астын бірге бекітетін боламыз. Бізде осылай асты бірге бекітіліп тұру керек. Мына жағы былай ашылған кезде. Ал одан кейін мына жағынан аяқтарын шығаратын боламыз. Қазір біз мына бастапқы ілмектерді өткізіп аламыз. Бірге бекіту үшін мына жердегі 6 ілмек қосымша бізге өткіземіз. 2, 3, 4, 5, 6 ілмек. Енді мына түйменің тесіктері бетінде тұрады, ұл балдарда. Оң жағында болады және де. Мінекей енді осы мына жердегі 6 жіппен мына жердегі 6 ілмекті бірге тоқитын боламыз. Ол үшін алдымен маркер өткізіп аламыз. Одан кейін мында саламыз бізімізді және мында. Екеуінен бірге шығарып, бірге жібереміз. Алтыншы ілмек. Так, қайтадан. Так, мінекей. Уже бізде екеуі бірге бекітілді. Енді ары қарай тоқи береміз. Теріс. Одан кейін оң. Осылай айландыра мына бастапқы маркер қойған жерімізге дейін бірінші қатарды аяқтаймыз. Мінекей бірінші қатарды аяқтадық. Енді екінші қатар бастапқы мінекей 2 мына беттегі 2 теріс ілмек. Бұл постоянно теріс тоқылады. Екінші қатарға міне келдік. Так, екінші қатарда бізде мына жерде қазір оң тоқылып тұр мінекей. Жаңа біз оң тоқып алдық, білесіздер, иә? Енді біз бұл жерде тек қана айландыра тоқығандықтан, басында біз мына жерде былай тоқимыз, одан қайта келеміз, қайта барамыз, қайта келеміз, иә? Ал енді мына жерде бекіттік, айландыра тоқимыз. Сол үшін екінші қатарында теріс тоқуымыз керек. Сонда бізде мындай оң теріс узор шығатын болады. Осы узор жалғасу үшін екінші қатарда осылай теріс тоқимыз. Мінекей, сонда осылай ары қарай жалғаса береді. Мына жердегі 2 ілмек бізде ол әрдайым теріс тоқылады. Касаның екі жағындағы 2 ілмектер теріс тоқылады. Касамыз тек оң тоқылады. Мен жаңа каса жасадым, мінекей көрініп тұр. Так, касаның жанындағы 2 теріс ілмек. Ал ары қарай теріс тоқи береміз. Сонда бізде мынандай оң теріс ары қарай жалғасады. Келесі қатарда оң тоқитын боламыз. Одан кейін теріс тоқитын боламыз. Түсінікті, иә? Так, қазір біз осылай 4 немесе 5 қатар тоқимыз. 5 қатар тоқимыз. Оң тоқитын қатарға келген кезде біз уже 2 балақын бөліп алатын боламыз. Так, мына жердегі маркер менде не үшін тұр дегенде, осыны айта кетейін. Мына жердегі касаны біз әрбір 5 қатар сайын касаны бекітіп узор шығарып отырамыз, иә?
Мен осыны кейде ұмытып кетемін, әрбір 5 қатар сайын шығару керектігін. Сол үшін мына жақтағы теріс ілмекке мен әр 5 қатар сайын мынандай маркер тастап кетемін. Мен мына жерде мысалы каса жасадым, мінекей. Былай айқастырып каса жасадым. Осы жерге мен мына артына маркерімді тастап кеттім. Енді 5 қатар тоққаннан кейін, что мен білем, 6-шы қатарда менде қайтадан мына жақтан каса жасау керек екендігін. Сол үшін әр 5 қатар сайын осылай маркерімді жылжытып отырам. 6-шы қатарда каса жасайым, маркер тастап кетем, одан кейін 5 қатардан кейін тағы каса жасайым. Бұл маркер менде сол үшін, ұмытып кетпес үшін. Ал мынау басталған жер. Енді қазір менде 1-ші қатар, енді 4 қатардан кейін жолғамыз. Мінекей жаңағы қатардан кейін 4 қатар тоқыдым. Яғни общий менде 5 қатар тоқыдым. 5 қатар тоқып, мінекей 10 қатар тоқуға келдім. Қазір менде общий ілмек саны 119. 119-ды 2-ке бөлгенде 58-ден мында 58, мына жаққа 58 бөліп алдым. Мына жерде тура центрда, мінекей екеуінде. Мына жақта ортада бір ілмек, және мына жақта ортада бір ілмек. Осы екеуінен бөлек менде мында 58, мында 58. Мына маркер тұрған жер, ол біздің қатарымыздың басталған жері. Осыдан бастап былай тоқып аламыз. Мен жаңа просто мына жақта түсінікті болу үшін өткізгем. Қазір қайтадан мына жаққа өткізіп алып тоқитын боламыз. Так, мінекей, қатардың басталған жері, одан кейінгі 2 ілмек 10 тоқылды. Мына жерде бізде тура ортада бір ілмеге. Осы жерден біз жіп қосамыз. Мінекей, 1-ші ілмек жіп қосылды, 2-шіні 10 тоқимыз. 2 ілмек. Осы ілмектің жанынан қосып отырамыз. Так, ары қарай 10 тоқи береміз. Мына жақтағы теріс ілмегіміз теріс тоқылады, ары қарай 10 касамыз тоқылады. Осылай жалғастырып, мына маркерге дейін тоқимыз. Тура осы жерде де мына ілмектің 2 жанынан жіп қосылатын болады. Ары қарай 10 тоқи бересіздер. Осы жерге келгенде көрсетемін тағы да. Так, ілмектер әрдайым осылай 10 тоққан кезде қосылады, теріс тоққан кезде ілмек қосылмайтын болады. Міне артқы бойға келдік. Жіп қосамыз. Одан кейінгі бір ілмегімізді алып алдық. Тағы да жіп қосамыз. Маркерді өткіземіз. Ары қарай жалғастырып 10 тоқи береміз. Бұл 1-ші қатарды аяқтап, қазір 2-ші қатарды қайта бастаған кезде тағы бір көрсететін болам. Мінекей 2-ші қатарымызға келдік. 2-ші қатарымызды белгілеген маркерді өткіздік. 2-ші қатарда теріс тоқимыз. Жаңағы біздің мінекей қосқан ілмегіміз, бұны да теріс тоқимыз. 2-ші қатарда теріс тоқыған кезде біз жіп қоспаймыз. Жіпті тек оң тоқыған кезде ғана қосатын боламыз. Осыны естен шығармаңыздар. Мына касамыз әрдайым бізде оң тоқыла беретін болады. Және касаны шығарып отыруды ұмытпаңыздар. 5 қатар сайын каса шығып отыру керек. Так, ары қарай осылай теріс айландыра тоқимыз, жіп қоспай. Так, келесі 3-ші қатарда мына жақтан тағы да жіп қосамыз. Осылай бізде мына ортада 9 жіп болу керек. Мында 9 ілмек, мында 9 ілмек. Содан кейін барып біз ортадағы ауын бекітіп, мына 2 жақтан балағын шығаратын боламыз. Ал қазір полный теріс тоқыңыздар. Келесі қатарда тағы да қайталаймын, мына 2 жағынан жіп қосасыздар. 3 жіп, 4, 5 ілмек болады. Солай бізде общий 9 болу керек. 9 болған кезде қарай көрсетем. Мінекей менде ортада міне 9 ілмек көтерілді. Қатардың басталған жері бастап 2 терісті тоқып, одан кейін 9 ілмекке келдім. Енді осы 9 ілмегімізді қосымша жіпке өткізіп алып, бөлек бұны алып қоямыз. Кейін біріктіретін боламыз. Осы 9 пен мына артындағы
көтерген 9 ilmегімізді. Қазір 2 балағын тоқитын боламыз шалбарымыздың. Осылай жіпке немесе түйреуішке өткізіп қойсаңыздар болады. Мен жіпке өткіздім. Так, енді ары қарай бізге мына маркердің қажеті жоқ, алып тастаймыз. Ары қарай мына балағымызды тоқимыз. Осылай мына жақтан 2 балақ шығу керек бізде. Так, мына жерде бізде оң тоқылады қазір. Мына жібіміз біздің мына жаққа қалады. Ай, мына мен 2 балақты бірден тоқимын. Мына балаққа мен бөлек жіп бастайтын болам. А сіздерге екеуін бөлек-бөлек тоқимын десеңіздер, онда мына жібіңізді кесіп немесе басқа осылай жіппен екінші балақты бастау керек болады. Мен басқа жаңа жіппен екінші балағымды тоқып бастадым қазір. Мұндағы 2 теріс ilmek. Және ары қарай біздің касамыз. Касаны әрбір 5 қатар тоқығаннан кейін каса жасауды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай мен ары қарай мына маркерге дейін тоқитын болам. Артындағы 9 ilmekке дейін. Артындағы 9 ilmekке келдім. Енді маркерді алып, бұны да қосымша жіпке өткіземін. Байлап қоямын. Так, маркерді алып тастаймыз. Ары қарай қыздар мына специя, мына ilmekті бөлек жіпке немесе басқа специяға өткізіп, бұлай мына жақты жалғастырып, айландыра, мына балақты тоқи берсеңіздер болады. Немесе мына жақтағы біздің қалған тағы бір жібіміз бар ғой. Осымен осы жіпті алып, мына жібімізді қалдырып, екінші балақты бұлай жалғастырып тоқи берсеңіздер де болады. Мен осылай жасаймын. Екеуін бірден тоқыған ыңғайлы, қатар санын санап жүрмейсіз. Және екеуі бірдей шығатын болады. Сонда 2 балаққа 2 жіп қолданасыз. Осылай қазір мен мына жерге дейін тоқимын, сосын тағы көрсетемін. Мен қыздар жаңағы екеуін бірге тоқымадым, себебі менде мына специям несі қысқа болғандықтан резинасы екеуіне бірдей айландырып отыруға жетпеді. Сондықтан мына бір балағын бөлек мен өткізіп алдым. Тоқып атқан негізгі жібіммен осы балағын айландыра тоқи беретін болам. Мына жақты бөлек осылай тағы бір жіпке өткізіп қойдым. Осылай бірге және бөлек тоқысаңыз да болады. Так, енді келесі менде мына қатарды мінекей осылай айналып келдім. Келесі мынадан бастап жаңа қатар басталады. Бұл жерде, мына жерде көрініп тұрған шығар, оң ilmek ілінген. Енді мен ары қарай теріс іліп тоқи беретін болам. Осылай теріс тоқып бастаймын қазір. Одан кейін келесі қатарды оң тоқимыз. Осылай теріс тоқимын мына жерге дейін. Одан кейін қайтадан тура осы жерге келген кезде жаңа қатар басталады, ол кезде оң тоқылады. Мінекей, мында теріс болды, енді келесі осы қатар оң болып тоқыла береді. Тек мына жерде касаны ұмытпаңыздар, 5 қатар тоққаннан кейін әрбір 6-шы қатарда каса жасап отырасыз. Мен мына жағына мысалы өзіме былай, мына теріс 2 ilmekтен
мына ішіне белгілеп кетемін. Менде қазір так мына жерде мен каса жасасам, бірінші екінші қатар тоқылған уже, қазір былай үшінші қатар келеді. Осылай 5 қатар болған кезде алтыншы қатарында каса жасаймын. Мына ілмекті сол алтыншы қатарға қоям, маркерді. Осы касаны ұмытпаңыздар. Так, одан кейін тағы не айтуға болады. Қазір мен шамамен 7 сантиметр тоққаннан кейін қысқартам. Мына жерінен қысқартатын болам. Оны көрсетем мен. Мында 2 ілмекті бірге алам. Ары қарай 4-5 қатардан кейін қысқартып отыратын болам. Пока 7 сантиметр болғанша тоқимын. Мінекей мен қыздар 7 сантиметр тоқып алдым. Енді мына жерінен қазір қысқартып бастайтын болам. Қазір менде теріс тоқылатын қатар. Теріс тоқыдым. Мында постоянно теріс тоқылатын 2 ілмек. Одан кейін касаларымыз. Касаны оң тоқимыз. Одан кейінгі 2 теріс ілмек. Енді мына жерде мына 2 ілмекті бірге оң аламыз. Екеуі бірге. Одан кейін ары қарай оң кете береді. Көрдіңіз бе? Осылай қысқартып отырамыз. Мына жағынан қысқартамыз. Мына жағынан қысқартпаймыз, себебі мына жағынан қысқартсақ тарылып қалады. Мына жағынан қысқартып отырамыз. Енді келесі қысқартқан кезде біз әр каса жасаған сайын қысқартамыз. Мысалы, қазір менде 5 қатар тоққаннан кейін былай касамды жасаймын. Сол касаны жасаған сайын мына жерден қысқартып отырасыздар. Мынаны вот получается, мында мен 2 бір балағын қысқартып қойдым. Осы сияқты мынандай, көрдіңіз бе? Әр каса жасаған сайын мына жерден қысқартып отырамыз. Әр касамызда былай мінекей. Мына жерден басталды менде 7 сантиметр. Одан кейін мына жерде каса, мында қысқартылған. Мына жерде каса, мында қысқартылған. Көрдіңіз бе? Осылай қысқартып отырасыздар до конца біткенше. Одан кейін қыздар, мына балағынан осы жерден бастап өлшеген кезде менде мына резинаға дейін 18 сантиметр. 18 сантиметр. Одан кейін менде резина оң теріс. Бұны тағы көрсетемін. Бұл менде шамамен 7-8 сантиметр болады. Бұдан да биіктеу етіп жасасаңыздар болады. Резинасын өзіңіздің қалауыңызша. Мен мінекей керек мөлшерде тоқып алдым. Енді специяларымды ауыстырдым. Мен резина жасау үшін номер 4 специяды алып тастап, оның орнына 3/50 салдым. Міне қазір соңғысында міне каса жасадым, қысқарттым касаның жанында. Енді ары қарай оң теріс резинаны тоқи берем. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай оң теріс тоқисыздар. Қанша сантиметр биіктік қажет, соған дейін тоқи берсеңіздер болады, өздеріңіздің еркіңізде. Мен шамамен 8-7 сантиметр тоқитын болам. Резинаның биіктігін осылай айландыра тоқи бересіз. Бекітетін кезде мен көрсететін болам. Бекітпей жасауды. Тура мына екінші балақ секілді тоқитын боласыздар. Ал қыздар, өзіміз аяқтаймыз. Мінекей уже балақты аяқтадым. Енді бекітпей жасап бастайтын боламыз. Бекітпе өте оңай. Тура мына балақтағыдай болады. Специямызды туралап, бірінші ілмегіміз просто оң, как обычно, оң тоқылады. Одан кейінгі терісті теріс тоқимыз и ары қарай қысқартамыз. Артындағы ілмекті, арттағы тұрған ілмекті үстідегі ілмектен шығарып аламыз.
келесі оң тоқимыз, мынаның үстінен шығарамыз. Келесі ілмек теріс, значит теріс тоқимыз, арттағы ілмекті алдындағыдан шығарып аламыз. Алдындағы ілмекті арттағы ілмектен шығарамыз. Оңды оң, терісті теріс тоқимыз. Осылай бекітеміз. Өте оңай. Жіпті бір қалыпты ұстаймыз, қатты тартпай, қатты бос ұста жібермей, бір қалыпты тоқимыз. Сонда әдемі шығатын болады. Осылай соңына дейін аяқтайтын боласыздар. Міне уже соңғы ілмек. Бекітпеміз аяқталынды. Жіпті осылай ұзын қып шығарып алып, кесіп алып тастаймыз. Уже қажет жоқ. Ары қарай мына жерді бекітеміз. Соңғы мына бастаған жерімізге, осы жерге жіпті саламыз. Осы жерден тартып шығара аламыз. Мен өзіме жақын ұстап кеттім. Шығарып алдым. Ары қарай жіпті жасырамыз. Өткізіп, астына қарай тартып, жіпті жасырамыз. Жібіміз шығып тұрмас үшін, білінбес үшін. Астына до конца тартып, мына жерлерден өткізіп, біліндірмейтін боламыз. Осылай соңына дейін жасайсыздар. Одан кейін уже сәл жасырғаннан кейін уже қырқып алып тастауға болады қалған жіпті. Мен әлі жасырып жатырмын. Осы жеткілікті. Алып тастаймыз. Сәл босатамыз и қайырамыз. Мінекей біздің резинамыз дайын. Уже балағымыз біздің тоқылып болды, аяқталды. Мінекей өте